салатын нәрсе, бұл қажет емес ол. Мен саған запрещаю дедім салуға. Енді ойлайды бұл видеода ол наоборот жеңіліп тұр ғой, діннен шығып тұр. Енді кеп сонысын маған қарсы пайдаланып шантаж жасап отыр да өзінше. Мен салам, мен бүйтіп сала бер дедім, салшы кәдімгі. Бірақ монтаждамай сал. Мен айттым, егер монтаждап салатын болсаң дедім, Нұржанға айттым, ұстазға, жаңағы Смағұловқа, педарастың дедім. Мен бүкіл елдің өзінше сені педараст деп айтам дедім. Кешіріңдер. Бірақ мен өстіп айттым. Егер сен сол видеоны монтаждап салатын болсаң, мен сені бүкіл елдің өзінше осылай айтам дедім. А монтаждалмай салсашы? Әңгіме жоқ, оның маскасы сыпырылғалы тұр ғой, монтаждамай салсын көресіңдер ғой. Ол жерде жаңағы нақты мен видео салдым ғой жаңа. Сол жерде ключевой 4-5 момент қана бар, болды. Басқа түкті де жоқ ол жерде. Ол жерде менің ойбай Нұржан ұстаз, сізді ұстаз тұтамын, сұмдық мен осы дінге кірейін деп мен ойланып қалдым. Сіз деген сұмдық ғұлама ғалым екен. Бір ауыз сөз жоқ ондай. Бәрі бос сөз. Бұның бетінің қалыңдығы, мен айттым, бұның басында жел бар ма? Мен өзін айттым. Кеше Фейсбукқа жаздым ғой. Ақылтай тыңдашы. Фейсбукқа жаздым мен бұны. Мен мына Нұржан Смағұлов один-одинға шақырып жатыр, барайын. Ең бірінші қоятын сұрағым, семіздігінің сыры неде деп сұрайын дедім. Ол сұрақты да қойдым оған. Мен айттым, мен өзім семіз адаммын. Мен ол да семіз адам. Мен айттым, сен семіздігінің сыры не деп кеше сұрақ қойдым, видеода бар. Ол айтады, мен тамақты көп жегеннен шығар. Осы Аллахтың қалауы ма дедім. Аллахтың қалауы ма? Аллахтың қалауы дейді. Сонда сен Аллахтың қалауымен тамақты көп жеп, семіріп, қозғала алмай отырсың ба сонда? Сонда Аллах қандай Аллах ол? Дедім. Бұл ешқандай кім Қабылбегін әкел, Ырзабегін әкел, Нұрсұлтанын әкел, Ақылтай астар болмайды. Саған, Ысқаққа астар болмайды дейм. Мен Құранды күнде қарап жүрген адам жоқ. Мен күнде обсуждениеде жоқпын ғой, күнде бір жаңалық мен қосып отырған жоқпын. И то діннен шығарып отырмын ғой мен ананы. Сендер күнде айналысып отырған адамсыңдар ғой. Бұлар енді подкастта сіз сияқты сіздің сұрақтарыңызға аргументпен сұрақ қойып немесе жауап беріп отырмайды. Бұл кісілер кіжіне береді. Жоқ бәлені айтып, сен кімде мен кім деген сияқты әңгімеге тартып кетпесе, бұлар нағыз сабалып тұрып жүрді. Сабалатын жағдайға жетті бұлар. Өздері айтып алады ақиқат деп. Бір күмәнданып бір сұрақ қойсаң, ойбай, жүрегіңе шопқа кірді, бүйтті, сөйтті, қаш. Ол ақиқат болса неменесіне қашасың деймін да. Ақиқатты қанша тексерсең де ақиқат күйінде қалмай ма? Жоқ, бұлар айтады, сен ислам алқыпсың дейді. Өзінің дінімен өзін таныстырып отырмыз ғой сонда біз. Өзінің дінінде жер киттің үстінде тұр деп келеді, көкелер. Жер киттің үстінде кез келгеніне дәлелдеп берем мен оны. Бұлар еще физика туралы әңгіме айтады ше. Қызық бұлар енді. Ақылтай, содан кейін бар ғой, кеше мен Құран кітабын алып бардым. Мен өзім тәпсірлеген Құран кітабын алып бардым. Әрбір бетіне жазылған, конспектім болды менің. Мен айттым, мен сол бір сұрақ Құранның бір аятын айтқызбады ғой маған. Маған физиканы айтады, маған химияны. Слушай, ол физиканың иесі бар, химияның иесі бар, ғалымдар. Саған қатысы жоқ. Сен ұлы кітабың Құран тұр, міне. Сен Құраннан келтірсеңші, Құранды ақиқат деп отырсың ғой. Құдай бар деп отырсың. Айтам, Құдайдың жоғын дәлелдеш дейді. Құдай жоқты қалай дәлелдейсің? Жоқ, бір ауыз сөз болды, жоқ. Сен бар деп отырсың, сен дәлелде дедім. Сен дәлелдеш. Дәлелдей алмайды. Болтовня, короче, бар ғой, ол я просто в ахуе был, мен. Бұның бар ғой, кәдімгідей жеке кездесіп қажет емес, подкастқа шақыру керек те, кәдімгідей дырлату керек қой, болды. Видеосын салсы қаз көресіңдер. Ешқандай, мен қорқатын нәрсе жоқ ол жерде. Ол өзінің маскасын шешетін нәрсе бар. Енді жаңа айтады маған, мен оны видеоны қазір емес, оны кешке салам деп. Мен сал дедім видеоны, салшы қаз көрейік. Мен талқыласын көрейік. Кім не айтқанын. Міне осындай жағдай болды. Алғыс, Нұреке. Жақсы, амандық болсын. Мына ұрпақтың көзін аша беріңдер, Ақылтай, еңбектеріңді бағалайтын мыңдаған адам бар. Көп адамдардың жастарымен көп кездесем ғой мен. Сонда айтады, біздің көзімізді ашқан Ысқақ пенен Ақылтай деп айтып отыратын Қайрат Бижан бар. Сондықтан да сақ болыңдар, сақтықты қажет, бірақ елдің алдында ешкімнің арына, абыройына тимей, осылай өздерінің сөздерін өздеріне қарсы сұрақ қоя берсеңдер болады. Жақсы, аман болыңдар. Аман болыңыз. Рахмет.